Сәлем баршаңызға. Күнделікті қайталана беретін тағамнан жалыққан болсаңыздар, мен сіздермен ерекше және дәмді тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Маған өте қатты ұнайды. Ірімшік қосылған сорпа, яғни сырный суптың рецептімен бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Құстың төс етін суда тұз салып қайнататын боламыз. Біздің төс етіміз қайнағанша пиязымызды ұсақтап турап аламыз да сәбізімізді үккіштен өткізіп алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі тағамдардың рецептілері бар, және алдағы уақытта түрлі рецептілермен бөлісетін боламын. 2 картопты ұсақтап турап алатын боламын. Етіміз қайнады. Осылай бетіндегі көпіршіктерін алып тастап, қақпағын жауып, етімізді пісіретін боламыз. Етіміз піскенше табамызға май құйып, пиязымыз бен сәбізімізді салып, жұмсарғанша қуыратын боламыз. Етімізді салып аламыз да, сорпамызға жаңағы пісіріп алған сәбізіміз бен пиязымызды салып аламыз. Етімізді 4 пішті қылып турап аламын. Біздің етіміз жартылай пісті. Турап алып, қайтадан сорпаға салатын боламын. Біздің етіміз толық пісу керек. Картоптарымызды салып, қақпағын жауып 5-10 минут қайнататын боламыз. Укромымызды турап, чесногымызды пресстен өткізіп шығамыз. Сіздер өздеріңіздің қалауыңызша қоспасаңыздар болады. Мен қосатын боламын, себебі сорпаға өте ерекше дәм береді. Осылай пресстен өткізіп, сорпамызға саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және осындай сливочный плавленый сыр қосатын боламын. 100 грамм. 100 граммын салып, араластырамыз. Біздің сорпамыздың түсі өте әдемі болып шығады. Мінекей қараңыздар. Және осында кеспе пайдаланатын боламын. Көп салмаңыздар сорпаңызға. Осылай тек бір бөлігін ғана салдым. Барлығын салып, сорпамыз толық піскенше қақпағын жауып пісіретін боламыз. Тұзын қараңыздар. Менде тұзы аз болғаннан кейін аздап тұз салдым. Сорпамыз біздің дайын болды. Мінекей қараңыздар, өте дәмді, керемет болып шықты. Түсі қандай әдемі. Жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Салима.